Если сіздерде мынандай бензин жейтін 100-не 20 литр бензин жейтін мәшине болатын болса, онда ше мына видео сіздікі, міндетті түрде көріңіз. Қазір мен мына бутылкаға бензин құйып алам да, ішіне таблетка салам, қалай растворяться етілетінін айтатын боламын. Қазір міндетті түрде бірге болыңыздар. Міне мен қазір бакты ашамын. Мынау шлангыны бәрін дайындап қойдым. Так, бакты ашамын. Мен бактан енді бензин соралсам. Так. Ох, мына бактың ішінде мусор ғой кәдімгі. Так, мен мына бөтелкеге құйып алдым. Енді так. Енді мынандай таблетка бар. Мынандай таблетка бар, міне қарап алыңыздар. Осы таблеткадан мен багым 50 литр бензин құяйын деп тұрмын. Бұны негізінде заправкада пистолеттің басына салып құя салуға болады. Мен просто ана заправкада бұндай видео түсіре алмағандықтан мен сіздерге дұрыстап көрсетейін деп, мына таблетканы 50 литрге салу үшін мен мынаның тура жартысынан сындырам. Міне мына жартысын мен мынаған салам, алыстан көрсетіп тұр, мінерден қалай нететінін. Міне мынаған салдым. Енді қазір осы таблетка жоқ болып езіліп кетуі керек. Қазір аузын жабайық бөтелкенің. Қазір шайқаймыз бұны. Бензин жүргенде шайқалады ғой. Шайқалады. Қазір растворение береді ол. 5 minutes later. Так, міне достар, ішінде уже еріп жатыр жаңағы таблеткамыз, уже ішінде почти жоқ. Мына бактың ішінде просто мусор бар екен. Осы мусорлар жаңа құйылған кезде мусор болған. Ал уже таблетка почти практически еріп кетті. Енді осы бензинді қайтадан мына бакка құямыз. Содан кейін қазір заправкаға барамыз, 50 литр бензин құя саламыз үстінен.